Бүгінгі күні алматылықтардың серуен үшін сүйікті орны осы. Панфилов көшесі бұрын автокөлік жолағы болса, бүгінгі күні жаяу жүргіншілерге қолайлы орын. Мұнда тек қана төмен қарай түсетін автокөлік жолағы бар. Сонымен қатар көше жасыл желектендіріп, тамақтану орындары көптеп орналасқан. Және де көшені әсем безендіруді ұмытпаған. Алматы қонақ үйі өзгермейтін секілді. Қашанда Шәкен Аймановтың тақиялы періштесі түсірілген қонақ үй ретінде есте қалатын болар. Айтпақшы, дәл қонақ үйдің алдынан Шәкен Аймановқа ескерткіш қойылғаны естен шығып барады. Дәл осы баспалдақтардан Абай атындағы Қазақ ұлттық академиялық опера және балет театры жақсы көрінетін. Ал бүгінгі күні бұл жерге сквер орнатылған, сондықтан Алматы жасыл Алматыға айналғалы қашан. Артымызда тұрған ғимараттың атауы өзгергенмен өзі өзгермеген. Бұл қазір Қазақ-Британ техникалық университеті болса, бұрын үкімет үйі болған. Жақында барайықшы. Бұл монументалды құрылыс. Бұрын барлық парадтар, шерулер осы алаңда, осы ғимараттың алдында өтеді. Ал бүгінгі күні білім ордасы. 1938 жылы басталған ғимараттың құрылысы 1972 жылы аяқталды. 1980 жылға дейін жоғары кеңес министрлер кеңесі осы ғимаратта орналасты. Ал тәуелсіздік алғаннан кейін Алматы облысының әкімдігі отырысы 2016 жылдан бері университетке берілген. Сейфуллин даңғылы мен Гоголь көшелерінің қиылысында орналасқан Қазақстан кинотеатры 1957 жылдан 2008 жылға дейін киносүйер қауым үшін қызмет етті. Қазақ КСР-де ең алғаш 2 көрермен залы бар кинотеатр осы еді. Әр залға 370 адам сиятын. Сонымен қатар кинотеатр ең алғашында қазақы ою-өрнекпен безендірілген еді. Байқасаңыздар, әлі де есіктің жақтауында ою-өрнектің ізі бар. Жылы кинотеатрға 1 миллион адам келген екен. Қазіргі күні өкінішке орай бұл кинотеатрда емес, оған ұқсас нысанда емес. Қазір ерлер клубы, букмекерлік кеңсе және ар жағында ломбард орналасқан.